Ассаламу алейкум достар. Бүгінгі тема айнюк кесу. Егерде стеклария жоқ болса, темір басы үшкір болу керек, темір заттармен кесу керек. Мына газовкаға витишка жасау керек болып тұр балконға. Соған енді мынаның бәрі бетон. Техника безопасность сақтаймыз. Айнюк көзге шашырап кетуі мүмкін. Мынандай сверло, как обычный дрелдікі, препараторлардікі. Соны осының металлы жақсы кеседі. Прочный. Мынау уголок. Мынауына бегіліп, фломастермен кесу керек. Кесіп болғаннан кейін мынандай сызық шығу керек. Мынандай сызық. Обязательно. Бүйтеміз. Көбісі ойлауы мүмкін, неге айнюкты шешіп алып кеспеді дегенде, айнюктың айналасы силикондап жасаған. Ол силиконны тартсаң, айнюк бүкілімен сынып кетуі мүмкін. Сол үшін мен ысытып кесіп жатырмын.